достық дегеніміз не? Достық дегеніміз, балам, адамдардың арасындағы өзара сыйластық, сенім мен түсіністікке негізделген шынайы қарым-қатынас. Достық дегеніміз бір-біріне сену, қуанышта да, қиындықта да бірге болу, адал болу. Нағыз шынайы достар бір-біріне жанашып тұрады қашанда, көмектеседі бір-біріне, жаман жолға түспеуге, тура жолдан таймай бірге жүруге ақылдарын айтып, бірге өсіп өнеді, яғни қартайғанша, ата болғанға дейін дос болады. Осындай достарды тай қолындай тебісіп, бала кезден бірге өскен достар деп айтады. Нағыз шынайы достар өмірдің ең үлкен баға жетпес байлығы. Достар жайлы қазақта мақалдар бар. Мысалы, 100 теңгең болғанша 100 досың болсын дейді. Досы көпті жау алмайды дейді. Шын бақыт деген адал достарың, жақсымен бірге қадам басқаның, өмірдің мәні де сәні де сол ғана замандастарым деп ақындарымыз достық жайлы ән арнаған екен. Достық дегеніміз қысқаша осылай, балам.